Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Рахатова Әсел Құрманбекқызы, Жансүгіров атындағы орта мектептің химия пәні мұғалімі. Алғашқы 4-ші тоқсанның алғашқы сабағын бастауға рұқсат етіңіздер. Сабағымызды бастамас бұрын біз Әл-Фарабидің мынандай дана сөзімен танысқым келіп отыр. Білімді болу деген сөздің мағынасы белгісіз нәрсені ашуға қабілетті болу деген ұғым. Дәл осы сияқты біз алдымыздағы өзіміздің білімімізді пайдалана отырып, көптеген жаңалықтарды ашуға қабілетіміз бар екенін осыны сіздерге сендіргім келеді. Сіздердің жаңа нәрсені, жаңа жаңалықтар ашуға қабілеттеріңіз қайда жетерлік деп ойлаймын. Енді сабағымызды бастамас бұрын сіздерге мына заттарды нені байланыстырады деп ойлаймын. Не байланыстырады мына заттарды қалай ойлайсыздар? Мына қосылыстарды ортақ не байланыстырып тұр деп ойлайсыздар? Өте жақсы. Бұл қосылыстардың барлығы нелер екен? Оксидтер екен. Құрамында міндетті түрде оттегі кездесіп тұр. Екі элемент болса, құрамында міндетті түрде бір оттегі кездесіп тұр. Оның барлығы бізде нелер екен сонымен? Оксидтер екен. Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы оксидтер екен. Сабағымызда қол жеткізетін бүгінгі мақсатымыз оксидтердің классификациясы мен қасиеттерін білу, олардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін жазу екен. Осы мақсатқа қол жеткіземіз деп ойлаймын. Енді сіздерге сабақты бастамас бұрын оксидтер дегеніміз не? Қандай оксидтің түрлерін білесіңдер және оған мысалдар келтіріп көрейік. Осы үш сұрақтарды ойланып көрейік. Сәл оксидтер алдыңғы білім пайдаланатын оксидтің не екенін, оның қандай түрлері бар екенін және бір-екі мысал келтіріп көрейік. Өте жақсы. Оксидтер дегеніміз екі элементтен құралған, біреуі оттек болып келетін күрделі заттар екен. Оксидтердің құрамында екі элемент болса, оның біреуі міндетті түрде оттек болып келеді. Жаңа сіздерге берілген алғашқы не байланыстырады дегенде, дәл осы элемент құрамында оттек болып тұр. Яғни олардың барлығының құрамында оттегі болғандықтан олар өзара оттекпен байланысып тұрғаны көрсетіліп тұр. Магнийдің оксиді, сутек оксиді, мыс оксиді, алюминий оксиді деп оқылады. Оксидтер міндетті түрде оқылуы осылай аталынады. Енді оксидтердің жалпы жіктелуі классификациясына тоқталатын болсақ, оксидтер бізде негіздік оксидтер, амфотерлі оксидтер және қышқылдық оксидтер болып үшке топтастырылады екен. Негіздік оксид деген жалпы негіздер сәйкес келетін оксидтер, яғни олар негіздік оксид деп аталады, ал қышқылдар сәйкес келетін оксид бұл қышқылдық оксид деп аталады. Амфотерлі оксид дегеніміз негіздік те қышқылдық та қасиет көрсететін оксидтер екен. Негіздік оксидке кальцийдің оксиді, мыстың оксиді, амфотерлі оксидке алюминийдің оксиді, мырыштың оксиді жатса, қышқылдық оксидке күкірт және фосфор оксидтері жатады екен. Міндетті түрде дәптерге түсіріп отырамыз, түртіп алып жазып отырамыз. Оның барлығы бізде тапсырма орындағанда қажет болады. Бұл бізде оксидтердің жіктелуі екен. Оксидіміз сонымен нешеге бөліп жіктеледі? Өте дұрыс, үш топқа жіктеледі екен. Негіздік, амфотерлі және қышқылдық болып жіктеледі екен. Міндетті түрде түсіріп аламыз. Өте жақсы. Енді оксидтердің зертханада алынуы. Бұл бізде бірінші оксидтердің алыну жолы бұл жай заттарды оттекпен әрекеттестіру арқылы. Мысалы үшін, магниймен оттекті әрекеттестіру арқылы оксид алады екенбіз. Оксид қышқылдарды ыдырату арқылы қышқылдық оксид және су алынады екен. Мені ыдыратқан кезде қышқылдық оксид пен су бөлінеді екен. Келесі суда ерімейтін негіздерді қыздырған кезде негіздік оксид және су бөлінеді екен. Негіздік оксид, ерімейтін негіздік қыздырған кезде негіздік оксид және су түзіледі екен. Келесі кейбір тұздардың ыдырауы, яғни қыздырған кезде тұздарды қыздырған кезде негіздік оксид және қышқылдық оксидке ыдырайды екен, бөлінеді екен. Бұл біздегі оксидтердің 4 алыну жолы қарастырылған. Оны да міндетті түрде дәптерімізге түсіріп отырамыз, қажет болады. Енді оксидтердің
физикалық қасиетіне тоқталайық. Жалпы екі қасиетін қарастырамыз. Біз қай қосылыс болса да физикалық және химиялық қасиеті. Солай оксидтердің де физикалық және химиялық қасиеті бар. Бірінші физикалық қасиетіне тоқталсақ, агрегаттық күйіне байланысты оксидтеріміз қатты оксид, сұйық оксид және газ тәрізді оксид болып бөлінеді екен. Үшке қатты оксидтердің құрамында оксидтермен кіріп тұрған сұйық оксидтер және газ тәрізді оксидтер. Оларды өздерінің агрегаттық күйіне байланысты үшке бөлінеді екен. Түртіп отырамыз міндетті түрде. Келесі қасиеті бізде суда ерігіштігіне байланысты. Оксидтер суда еритін оксидтер және ерімейтін оксидтер болып бөлінеді екен. Суда еритін оксидтерге кремний оксидінен басқа барлық қышқылдық оксидтер, яғни бірінші, екінші топ металдарының оксидтері кіреді екен. Олар суда ериді. Суда ерімейтін оксидтерге мыстың оксиді, темірдің, кремний және алюминий оксиді. Олар суда ерімейтін оксидтер екен. Міндетті түрде ерігіштігіне байланысты суда еритін және ерімейтін болып екіге бөлінеді екен оксидтері. Міндетті түрде түртіп отырамыз. Өте жақсы. Енді физикалық қасиетін білдік. Келесі білетініміз химиялық қасиеті. Химиялық қасиеті бірінші қасиетінде негіздік оксидіміз қышқылмен әрекеттеседі. Негіздік оксид қышқылмен әрекеттесіп, тұз және су түзілді. Негіздік оксид қышқылдық оксидпен әрекеттескенде тұз түзіледі екен. Міне, кальций оксиді суретпен әрекеттесіп, кальций суыш, яғни бұл жерде бізде тұз түзіледі екен. Бұл бізде екінші қасиеті. Міндетті түрде түртіп отырамыз. Үшінші қасиеті оксид, яғни сілтілік немесе сілтілік жерметалдық оксидтермен әрекеттесіп, сілтілік жерметал оксидтерімен оксидтер сумен әрекеттеседі. Яғни гидроксид немесе сілті түзіледі екен. Калий оксиді сумен әрекеттескенде калийдің гидроксид түзіліп тұр, яғни сілті түзілді. Келесі төртінші қасиеті қышқылдық оксид негізбен әрекеттесіп тұр. Нәтижесінде тұз және су түзіледі екен. Міндетті түрде дәптерімізге түртіп отырамыз, ал бұл алда тапсырма орындағанда қажет болады. Бесінші қасиеті қышқылдық оксидіміз сумен әрекеттесіп, нәтижесінде қышқыл түзіледі. Келесі алтыншы қасиеті амфотерлі оксидіміз қышқылмен әрекеттесіп, нәтижесінде тұз және су түзіледі екен. Амфотерлі оксид, қышқыл, нәтижесінде тұз және су түзілді. Жетінші қасиеті амфотерлі оксидіміз қышқылдық оксидпен әрекеттесіп, нәтижесінде тұз түзіледі екен. Келесі амфотерлі оксидіміз негіздік оксидпен, амфотерлі оксид негіздік оксидпен әрекеттесіп, нәтижесінде тұз түзіледі екен. Бұл бізде болғаны 8-ші қасиет екен. Химиялық қасиеті, жалпы 8 химиялық қасиеті міндетті түрде түртіп аламыз дәптерге. Алда тапсырма орындағанда осылар қажет болады. Қайталап жазып аламыз. Енді осы қаншалықты бізге түсінікті болған жайында енді алдағы тапсырма беріледі сіздерге. Осы тапсырманы орындайық. Реакция теңдеуін аяқтап, түзілген оксидті жікте. Берілген натрий оттекпен әрекеттеседі. Нәтижесінде не түзіледі? Және де қандай оксидке жатады? Қышқылдық оксид пен негіздік оксид пен амфотерлі оксид. Осыны көрсетіп жазасыздар. Және де бұны таңбасымен кәдімгідей натрий қосу O2 нәтижесінде натрий 2O деген сияқты келтіресіздер. Дәл осылай таңбасымен белгілеп көрсетіп бересіздер. Мен сіздерге түсінікті бұл тапсырма ретінде осылай беріп тұрмын. Қалғанын өздеріңіз таңба ретінде кәдімгі реакция теңдеуін жүргізесіздер. Реакция теңдеуі жүреді және қандай оксидке жатады? Негіздік па, қышқылдық па, амфотерлі, соны белгілеп көрсетесіздер. Күтемін. Дәптерге жазасыздар міндетті түрде. Келесі тапсырма жүзеге асыру. Бұл жерде де реакция теңдеулерін жүргізесіздер. Біріншісінде негіздік оксидті аласыздар. Бір негіздік оксидті сумен әрекеттестіресіздер. Нәтижесінде сілті түзілу керек. Келесі сол негіздік оксидті қышқылмен әрекеттестіресіздер. Нәтижесінде тұз және су түзілу керек. Келесі негіздік оксидті қышқылдық оксидпен әрекеттестіресіздер. Нәтижесінде тұз түзілу керек. Келесі қышқылдық оксидті сумен әрекеттестіресіздер. Нәтижесінде қышқыл бөліну керек. Қышқылдық оксидті сілтімен әрекеттестіресіздер. Нәтижесінде тұз және су түзілуі керек. Меніңше жаңағы өтілген алдағы химиялық қасиеттерін пайдалана отырып, бұл тапсырманы орындау қажет. Өте оңай, меніңше тез арада орындап тастайсыздар. Мен оған сенемін.
Енді сіздерге осы тапсырма, екі тапсырма, бүгінше көп емес, осы екі тапсырманы орындап, реакция теңдеулерін жүргізіп, теңестіріп, міндетті түрде қышқылдық және негіздік екенін көрсетесіздер. Және де дәптерге орындап, маған жекеге жібересіздер. Сіздерден күтемін. Және үйге қосымша тапсырма, есеп сіздерге, 3 есеп. Бос уақыттарыңызда міндетті түрде сабақтан кейін 3 есепті орындайсыздар және маған орындалған түрін жібересіздер. Және де сіздерден рефлексия мен SMS арқылы бүгінгі сабақтан сіздер алған, түсінген, өздеріңізге құнды болған нәрсені SMS арқылы маған жазып жіберулеріңізді сұраймын. Маған осы активтерден түсінгеніңіз, қай жері құнды болды, нақты есіңізде қалғаны, қай жеріне нақты түсінгеніңіз, сол маған қажет. Осы жерде маған SMS-ке өзіме жекеге жібересіздер. Бүгінгі сабақ осы. Меніңше барлығы оңай әрі түсінікті деп ойлаймын. Сіздермен назарларыңызға рахмет. Алдағы берілген тапсырмаларды орындап, маған жібересіздер. Күтемін. Назарларыңызға рахмет.